достар, бүгін біз Python курсын жалғастырайық өзіміздің. Бүгінгі тақырып бізде if өтеміз. If деген қазақша егер деген мағына ғой. If немесе кез келген жағдай. Жарайды. Тақырып өтпес үшін мысалы бізге бір сан берілсін. If жазамыз. Егер бізге осы санның тақ немесе жұп екенін if арқылы шығар десе, қалай шығарамыз? Бірінші санды енгізіп аламыз, инпутпен қабылдаймыз, intқа санға айландырамыз. Мына жаққа жазып қоямыз, мысалы 5. If a қалды 2 тең болса 0-ге print, бұл нені білдіреді? Жұп дегенді білдіреді. Жұп. Else қалған кез келген жағдай. Else деген мына жағдайдан басқа кез келген жағдай. Сол тақты, мысалы біз 5-ті берейік, запуск жасайық. Тақ сан, немесе мына жаққа мен 8 жазайын. 8 жұп. Неге өйткені біз 8 2-ге бөлеміз, қалдығы 0. Ол 0 жұп дегенді білдіреді. Else бізде тақ дегенді білдіреді. Түсінікті, значит бізде не жоқ, ешқандай жұп тақ. Енді басқа не бар? Біз if арқылы 2-3 жағдай бере аламыз. Мысалы бізге бір есеп берілсін. Санның егер 3-ге бөлінетін тап дейді. 3-ге бөліне ме жоқ па? Тура осылай, просто мына жерге біз дейміз. Қалдық 3-ге бөлгенде 0 болатын болса, 3-ге еді, немесе бөлінбейді. Мысалы 8 запуск етейік. 8 3-ге бөлгенде қалдығы 2 ғой, ол 0-ге тең емес, бөлінбейді. Егер 9 жазсақ, үшке бөлінеді. If деген осындай. Сосын немесе мынандай бар. Elif деген бар. Elif деген, мына if деген бірінші осы жағдайды қарастырады. Келесі мына elifқа тоже условие беру керек мына жерге. Мысалы айтайық, a бөлу 2 5 болсыншы. Тең 0-ге print 5-ге бөлінеді. Бұяққа else деген 3-ге және 5-ге бөлінбейді. Бұл қалай? Мысалы бізге бір сан берсін. Егер ол сан 3-ге бөлінсе, бірден мына жағдайды қарастырады, 3-ге бөлінеді. Егер мысалы 5 берсінші, 5 3-ге бөлінбейді ғой, мына жағдайды қарастырады, 3-ге бөлінеді. Егер 8 берілсе, 3-ге де 5-ге деймін. Ол бірінші қараңыз. A-ны қабылдайды, мына if-қа кіреді. 3-ге бөлінумен қарастырады. Егер бөлінсе, мына print-пен жұмыс істейді, болды, тоқтап қалады. Егер мына if орындалмаса, мына elif-қа кіреді. Осы elif-ті тексереді, егер дұрыс болса, мына print орындалады. Егер мына if пен elif орындалмаса, else кез келген жағдайға осыны шығарады. Түсінікті ғой, мысалы қараңыздар, 15 дегенде не шығарады, сіздердің ойлаңызша? Өздеріңіз ойланып көріңіздер, жауап беріп көріңіздер. Бұл жерде бізде 3 шығарады. Неге? Бұл негіз 5-ге де бөлінеді, бірақ бізде мына if-ті орындайды да, бірден осы жерге шығып кетеді. Мына if-қа кірмей қалады. Біз жазуымыз керек, 3-ге де 5-ге де бөлінетіп жазсақ болады, мына жерге бір условие қосақ болады, мысалы мына жерге if дейміз, a бөлу 3 тең болса 0-ге and a бөлу 5 тең болса 0-ге. Және 5. Elif-қа ауыстырып жүріп. Біз 2 if жазамыз, бір if болу керек, қалғандары elif болу керек. 3-ге және 5-ге бөлінеді. Көрдіңіздер ғой, 12 десем 3-ге бөлінеді. Қараңыздар, end деген
екеуі де орындалу керек. Мына условие және мына условие орындалған кезде мына принт шығады. А егер мына end болмаса, ошибка береді. End жазу керек екен, екі условие бірге жазатынбыз. Or деген жазсаңыз болады. Or деген немесе не мына жағдай, не мына жағдай орындалу керек. Бізде қараңыздар. Мына 12 көрдіңіздер, 12 мына if-қа кіріп кетті. Неге? Өйткені 3-ке бөлінеді ғой, болды кіріп кетеді. А егер end жазсақ, бұған кірмей қалады. End деген және деген мағына білдіреді. Мынау да орындалу керек. А егер or деген немесе деген мағына. Не мынау, не мынау орындалса, осы принтқа кіріп кетеді. Жақсы. Біз есеп шығарып көрейік, бір-екі есеп. Неге тіркесеңіздер болады? SMP қойшы есептер бар. Бірінші есепті қарап көрейік. Бізге екі сан беріледі, соларды салыстыру керек. Есеп берілген өзіңіз оқысаңыз түсіндіру керек. Салыстырамыз. Егер бірінші сан үлкен болса, кіші болса, екінші сан үлкен болса, үлкенді жазамыз. А егер бірінші сан үлкен болса, бірінші сан үлкен деп мына белгі жазамыз. Егер екеуі тең болса, тең деп жазамыз. Жайды шығарайық. Бірінші біз не істейміз? Мына жерде есептің белгіне қарайсыздар. Екі сан қатар асасынан қабылданған. Бұл питонда бізде жеке-жеке жазуымыз керек. C++ тақсиратымыз. Егер B енді жазамыз. Бағанағы условияны қарайық. Егер біріншісі кіші болса, кіші деп жазуымыз керек. If бірінші сан бізде A ғой, екінші сан B. A кіші болса B-дан print андай тік жақша істейміз. Не скобка ашамыз, жазамыз. String шығару үшін сөз. If B үлкен болса, A үлкен болса B-дан print басқа кез келген жағдайда, бізде үш ақ жағдай бар ғой, не тең болады, не үлкен болады, немесе кіші болады. Кез келген жағдайда тең болады. Мына жерге мен екі тест берейін. 1 және 2. Бізде екінші сан үлкен, мынаны шығару керек. А егер 3 болса, бізде бірінші сан үлкен болады. Мына elif-қа кіреді, осы принт шығарады. А егер 3 болса, мына екі жағдайға кірмейді. Кез келген басқа жағдайға осыны шығарады. Көрдіңіздер ғой? Енді жіберіп көрейік. Accept өтті. Енді есеп шығарып көрейік. Өздеріңіз оқып түсіне алсаңыздар болады. Видеоны стоп қойып мен түсіндіре берейін. Бізге бір билет беріледі. Бақытты билет. Біз ол бақытты билетті былай істеген. Алдыңғы үш сан мен артқы үш санның қосындысы бір-біріне тең болу керек. Сонда ол бақытты билет. Ал егер тең болмаса, бақытты емес. Түсінікті ғой, Енді 6 сандық болады, 6 саннан тұратын билет болады. Бұл есепті шығаруды жазып қояйын, логикасын қалай шығарсақ болады. Біз бірінші бізге бір сан беріледі, Мысалы, n деген сан берілсін. 3, 4, 6, 7. Мынаны тексеруімізге алдыңғы 3 санды аламыз. 1, 2, 3, артық 3 санды аламыз. 4, 6, 7. Мына үшеуінің қосындысы қанша бізде? 6, 1-ге 2-ні қосамыз, 3-ке 3 қосамыз 6. Келесі 3-ке мыналардың қосындысы 10, 17. Тең ба? Тең емес, значит орындалмайды. Енді біз if жазуымыз керек, тең-теңіміз. Бізге енді бұны қалай қосып аламыз? Әрбір санды жеке-жеке алып шығуымыз керек. Оны қалай аламыз? Біз бірінші сабақта өткен видеоды қарасаңыздар болады, сода сияқты шығарамыз. Бізге n деген сан берілсе, 6-тан бұл. Мысалы, бірінші мен екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы. Мына жерде жазып қойып, былай жазсам. 4, 5, 6. Алтыншы сан шығару үшін не істейміз? Қалды 10-ға бөлеміз. Неге? Мысалы қараңыздар. Бізде 123, 4, 5, 6 берілсін. Қалды 10-ға бөлсек, соңғы сан шығарады, қалды 10-ға бөлгенде. Сонда біз не істейміз? m бөлінген қалды 10 дейміз. Любой саны 55-ті қалды 10-ға бөлсек, не істейді? 10 неше рет сет? 5 рет сет та соңғы қалдық 5 шығарады. Кез келген сан біз қалды 10-ға бөлсек, соңғы цифр шығарып береді.
соңғы цифр солай шығарамыз. Соңғы цифрдің алдына санды қалай шығарамыз? Тура осы, бірақ 100-ге бөлеміз. Қалдық 100-ге бөлсек, бізге соңғы 2 цифр шығарып береді. 56 мысалы. Енді бұның алдыңғы цифрын шығару үшін біз 10-ға бөлеміз. Бүтін 10-ға бөлгенде 10 56-ның ішінен бүтін рет неше рет сияды? 5 рет шығады. Сонда біз не істейміз? n бөлінген 100 бөлінген 10 дейміз. Барлығында қайталай берсек болады осылай. Біріншісі болса тек нешеге бөлеміз? 10 мыңға ма? n бөлінген 10 мың ішінен неше рет сияды? Біріншісі солай. Мысалы 10 мыңға бөлсек, 10 мың ішінен неше рет сияды? Ровно 1 рет сияды. Екіншісі, үшіншісі тура осылай кете береді. 1000-ға бөлеміз. Сосын 10-ға бөлеміз. Қалдық 10 мыңға бөлеміз. Бөлеміз 10-ға. 10-ға емес, кешірімсе. Мынау 10-ға болды, мынау бізге неше 3 таңбасынан шығады, 100-ге бөлеміз. Мына жерде 1000-ға бөлеміз, е. Келесі екінші сан шығару үшін істейміз. 10 мыңға бөлеміз, е. 10 мыңға бөлсек, біз бірінші санды аламыз еттік. Қастап көтіріңіздер. Бізде қандай қате кетіп қалды? 1, 2, 3, 4, 5, 6-ны біз мынаны таптық, жарайды. Мынаны таптық. Мынау 100 болды, мынау 1000 болды. Қазір мен кодын бірін жаза берейінші, тест жасап. Мына жерден код. Запусқа барайын. Біз бір сан қабылдағанымызда n деген. Принттен де бірінші сан шығару үшін n-ның нешеге бөлеміз? 10 мыңға, я. Бір екінші сан шығару үшін қашсам 1000-ға, қалдық 1000-ға. Сосын бүтін 1000-ға. Сосын артынан бастап жасайын. Қалды 10-ға бөлеміз. Бөлінген 100. Дұрыс. 100, сосын қалды 10-ға бөлеміз. Тұр. Оның алдындағы сан бөлінген 1000. Бөлінген 10 қалды 10. Үшеуін таптық, я, біз. Енді 10 мыңға бөлеміз. Қалды 10 мыңға. Бүтін ғана ішті. Тексеріп көрейік, мына тест жасап. 10-ға. Бізге мен бір сан берейін. 1, 2, 3, 4, 5. N жазым дейді. Біз N ғой, A емес. Запуск жасайық. 3, 4, 5 нар. Бес алу үшін біз нешеге? 100-ге қалдыққа бөлеміз. 100 қалдыққа бөлеміз, қалды ғой. 5 шығады. Келесі мынау. Қалдық 1000-ға.
мен көтеріліске біттеп тұр. Енді 10.000-ға бөлеміз. Қалдық 10 және бүтін 10. Қараңыздар. Өздеріңіз жазып көрсеңіздер болады. Мына жерде мен қалды 10-ға бөлген соңғы сан шарп ет. N-ні 10.000-ға бөлгендегі бүтін шығарады. 10.000-ға бөлгенде бүтін неше рет шығады? 10.000 3 4 0 12 рет шығады. Иә, 12. 12-ні 10-ға бөлеміз, 2-ні шарп береді. Мына жерде біз 1000 неше рет шығады? 123 рет. 123-ті 10-ға бөлген, қалды 10-ға бөлгенде соңғы сан 3-ні шарп береді. Мына жерде 100 неше рет шығады? 1234 рет шығады. Соны 10-ға бөлгенде қалдық соңғы 4 шарп береді. 10 неше рет шығады? Мына ішіне 12334. Оны қалды 10-ға бөлген соңғы сан шарп береді, 5-ті қайтадан. Ал мынау қалды 10-ға бөлгенде 6 шарп береді. Біз 6-ауын таптық. Енді мына жерге жазамыз. If алдыңғы үшеуін жазайық. Мына жерге қосу болу керек бізде. Алдыңғы үш цифрдың қосындысы ғой. Тең болса, соңғы үш цифрдың қосындысы. Мына 2 тең деген тең болса деген мағынаны білдіреді. Mesela print yes else no. Мысалы мынада no шығу керек. Өйткені алдыңғы үш сан мен соңғы сан үш сан қосылады. Немесе мына жерге былай істесек болады. Қараңыздар. Былай істеп мына жерге no деп ауыстырсақ болады. Мынау егер тең емес болса деген жағдайды көрсетеді. Леп белгісі және тең болса, тең емес жағдайда no шығару керек. Else деген басқа қандай жағдай? Не тең, не тең емес жағдай болады ғой. Да, алдыңғы үш сан қосындысы мен соңғы үш сан қосындысы. Не тең болады, не тең болмайды. Мына тең болмаған жағдайда no шығар. Егер тең болған жағдайда else деген жағдайға кіретін is болады. Мысалы қараңыздар. 1 2 3 3 2 1. Бұл бізде еш шығару керек, мына else-ға кіріп кету керек. Иә. Немесе мына тең деп жазып қоямыз ба? Қай-қайсысы да болады. Просто түсіндірейін, мынау тең болған жағдайды білдіреді. Мынау. А егер леп белгісі тең емес деген жағдайды білдіреді. Осылай жібере берейік. Енді түсінікті. Есепті стоп қойып өзіңіз оқып алсаңыз да болады. Мен түсіндіре берейін ескі. Бізге торт бар. Петя үйіне қонақтар шақырады. Қанша қонақ келетінін білмейді. Қонақтың саны келген кезде біледі. И тортты резко бөлу керек қонақтарға. Мысалы қараңыздар, бізге 2 қонақ келсе, торт неше рет бөледі? Линия жасайды, бір линия жасайды, иә? Бізге минимум вариант тауып керек. Мысалы қараңыздар, бізде бір торт бар деп ойлаймыз, мындай. Торт қандай ғой? Дөңгелек торт қоямыз, мысалы. 2 адам келсе, не істейміз? Ровно Петя жемейді. Бір 2 кусокқа бөлеміз, екеуі тең жейді. Егер 3 адам келсе, нешеге бөлеміз? бір сызық жасаймыз, чтобы барлығына тең болу үшін. 1 2 3
қанша линия? Біреу, екеу, үшеу. Түсінікті ғой, иә? Егер бір адам келсе ше, кеспейміз ғой, торттың өзін бере саламыз бір адамға. Значит, 1 болған кезде 0, 3 болған кезде 3, 2 болған кезде 1. Мысалы, тағы да мысалда қарап көрейік. 4 адам келсе не істейміз? 1 линия, 2 линия, 2, 3, 4. Егер 5 адам келсе, сол барлығына тең болу керек, қонақтар ренжімейтін. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, бізде қандай логика? Егер тақ сан болса, сол санның өзін шығарамыз. Егер жұп сан болса, 2-ге бөліп береміз. Егер бір адам келсе, 0 шығарамыз. 3 if жазамыз, иә? Мысалы қарап, бізге қонақтардың саны n болсын. Егер қонақтардың саны жұп болса, мысалы n бөлінген 2 болса, ондай болса біз не шығарамыз? n-ді просто 2-ге бөле саламыз, иә? Енді егер n бізде 3 жағдай бар ғой. 3 деп қой, 2-ге бөлгенде қалдығы 1 болатын болса, жұп сан келмесе, не істейміз? n-нің өзін шығарамыз. Else 0 шығарамыз. Неге 0? Өйткені бірақ қонақ келуі мүмкін ғой бағана. Бір адам келсе. Мына жаққа жазып қойдым, 2. 2 қонақ келсе, бізге 1 рет кесу керек. 3 қонақ келсе, 3 рет кесу керек. 1 қонақ келсе, 0 кесу керек, иә? Түсінікті ғой. Егер мына жағдай орындалса, мына print болады. Егер elif мына жағдай орындалса, мынау кез келген любой жағдайда осы орындалады. Мына екі жағдай орындалмаған жағдайда. Өтпей қалды. Қандай тестті ұмытып кеттік біз? Екіге бөлеміз. Түсінді. Бірді берген кезде бізге 0 беру керек қой, не үшін қарамағын. Бізге elif дейді. Егер n 1-ге тең болатын болса, мына жерге 0 дейікші. Қалған жағдайда наоборот тақ санды беретін бар. Мынау 1 болған кезде 0 шығару керек. Тақ сан келсе, тақ сан else-ның ішіне кіреді да, міне. n 0 шығарып тұр. Мысалы 5 келсе, 5 шығарып тұр, иә. Өтті. Енді мына есеп шарты өзіңіз бір рет оқып алсаңыз да болады. Сосын мен түсіндіре берейін. Бізге ладья, қазақша арба ма, или бізге бір ладья беріледі. Сол ладьяның жүрісін білеміз ғой, иә? Тік жүреді, былай вертикально, горизонтально жүреді. Бізге 2 нүкте біледі. x1 мен y1, x2 мен y2. Енді 2 нүкте, мына бірінші нен тұрған орны ладьяның, екінші нүкте ол сол координатаға барала ма? Баралса yes, баралмаса no. Қалай? Есеп берілген жазайын мына жаққа. Мына жақта бір жерге салмап бердім. Міне. Бір не бар? Үшесі. Қараңыздар, бізде қандай не бар? Қандай тест бар? Салайын. Мен 4-те 3 деген қайсысы? Мысалы, мен мына жақта x, y деп алайын, иә? Мына x болсын бірінші. X бізде 4, y 3. Ол қай нүкте? Мына нүкте, иә? Екіншісі x 7, y 3, иә? Мына нүкте. Ладья мына точкадан мына точкаға барала ма? Бір жүріспен баралады, иә? Yes. Қандай жағдай болды жақсы? Қандай жағдай болды?
4 және 3 және 1, иә. Бізде 4 және 1, иә. Ол мына точка ғой. 4 x өсі мынау болсын. Y өсі болсын математикада. Міне бізде 4 және 1 мына нүкте болды. Бірінші мынау. Екінші 1 x өсінен y өсінен 6. Екеуі бір точкадан барады ғой. Бұл маған бір рет жүру керек, 2 рет жүру керек. 2 жүріспен барады. А бізге бір жүріспен бару керек. Қандай логика бар? Тағы бір не жазып көрші, мысалы. Мынандай болса ше. Мына вертикаль нүкте, егер мына екі нүктені қарап көріп мына нүкте. 5-те 5, 5-те 7 болып тұр, иә. 5-те 5, 5-те 7 болып тұр. Баралатын болып тұр, нүкте. Егер осылай тест кейстерді жазып көріп отырсаңыздар, мысалы, тағы баралатын жағдайларды. Мына мен, мынау, иә. 1 мен 7, 3 пен 7. Не, мына берілген тест кейсте бір екі элемент бірдей болу керек. x1 мен x2 немесе y1 мен y2. Мысалы, мынада 7 бірдей ғой екеуінде де. Мына жерде бірдей 3. Мына екі нүктенің y-і 3. Мысалы, мына екі нүктенің x-і 4, 5. Сонда бізде қандай логика шығады? x1 тең болса x2-ге немесе ор деген немесе ғой. y1 тең болса y2-ге осы жағдай болады. Есептеген кодын жазып көрейік. Бізге қараңыздар. Мына жерде қатар-қатардан берген, екі сан. Соны қалай жазамыз? x1 x y2 тең ма? Бірінші нүкте, екінші нүкте. Мәжгемен жазайын. Мысалы, 1-де 2, 3-те 2 болсасын, иә. Біз қандай логика болды? If жазамыз. If x1 тең болса x2-ге or немесе and емес, and болса екі жағдайда орындау керек болды. Екі жағдай орындалатын болса, ол екеуі бір нүкте болған, типа x1 мен x2 тең болу керек, y1 мен y2 тең болды. Ол бір нүктені ғана айтып қаламыз, олай болады. Бізге екі нүктенің біреуі тең болса, x пен x немесе y пен y тең болу керек. Болса yes. Иә. Else print no. Запуск жасап көрейік. Мынаны жаппай кеттім. Yes. Жібере берейік. Не өтіп тұр. Мына кодта. Енді қазір мен бір сериалда мысал көрсетейін, if-ға байланысты. Бір кинода. Ну что, готовы? Господи, прошу тебя. Что вы ответить, если я сказать, что есть приложение? Забей на водную, показывай давай. Хорошо. Для начала хот-дог. Ёбушки, Есть! работает. Ебануться! Ура! Заньянг, мой милый азиатский дружочек. Я куплю тебе лучшую палапу в мире. 12 шестов, увенчанных пальмовых. Теперь пиццу. Да, пиццу. Пицца? Не хот-дог? Стоп, а что за нахуй? А? И Бізде қандай логика болады? Мына суретті алады. И бізге сурет емес, бір текст келсін. Hot-dog деген, иә, мысалы. Логикасын жазып көрсек. Input бір текст келеді. Егер ол текст бізде есепте былай ғой. Hot-dog келсе, ол hot-dog дейді, тамақты. Шазам сияқты ғой, музыка тыңдағанда. Егер hot-dog емес болса, hot-dog емес деп айтады.
екі ақ вариант бар да, if пен жазсақ мысалы. If a тең болса string hot dog, mesela біз hot dog деп айтамыз, иә. А егер hot dog болмаса, не дейміз? Hot dog емес дейміз, иә. Not hot dog дей саламыз. Өзге мысалы пицца дейін, иә. Not hot dog болады. Егер hot dog десе hot dog болады, жай сериалдағы мысалда if-қа жай. Енді бізге тағы не бар? Все, жұмысын берейін, неге байланысты. Contest 2 деген бар. Ссылкасы мен видеоның астына қойып қоям. Өзе, бұл есе емес, кешірім сұрайым. Группа. Міне. Мына есептер сіздерге ссылкасына видеоның астында тұрады. Сол ссылкаға кіріп, есептер шығарастырамын, if-қа байланысты. 11 есеп бар, барлығын шығып шықсаңыздар, жай біз өткен тақырыптарға байланысты. Мына жерде ладиатор, мына жерде басқалар да бар, патша, піл, патшайым, ат, палиндром, салыстыруға да байланысты. Есеп салыстыруды көрдік қой бағана. Есептерді ашып көрсеңіздер болады, берілген жатып, екі санды салыстыру керек, үлкенін шығару керек. 3 бұрыш, 3 сан беріледі, 3 бұрыш па, соны табу керек, if-ті қолданып. Бүкіл есеп if-ті қолданып, осы өткен тақырыпқа байланысты. Онда болса, сіздерге сәттілік контесттің ссылкасын астына қойып, YouTube видеоның астына соны шығарыңыздар. Практикалар ретінде. Сосын разборды осы 1-2 күнде салып қоямын.